Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum, құрметті көрермендер, құрметті бауырлар. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде Ахзаб сүресінің 21-ші аятында былай дейді. Бисмиллахиррахманиррахим. Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасанатун лиман кана ярджуллаха вал яумал ахира дейді. Мағынасы, шүбәсіз Алланың елшісінде сендер үшін, яғни Алланың разылығынан үміт еткен пенделер үшін, ақыреттен үлесі бар адамдар үшін көркем, теңдессіз өнегелер бар дейді. Яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның әрбір әрекеті, әрбір сөзі біздер үшін көркем өнеге. Пайғамбарымыздың өзінің хадисінде келеді, мен көркем мінездерді толықтыру үшін жіберілдім дейді. Сол көркем мінездердің бірі, құрметті бауырлар, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның сөйлеу әдебі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай сөйлеген кезде не нәрсеге мән берген. Бірінші кезекте, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөйлеген кезде сөздің ең жақсысын таңдаған. Яғни бір сөзді екінші бір адамға бағыттар кезде ол сөзді бір кәде секілді, бір сыйлық ретінде балаған. Аллах елшісінің хадисінде былай деп келеді: «Иттақун нара валау бишаққи тамратин фаман лам яджид фабикалиматин тайиба» дейді. Мағынасы, тозақ отынан жарты құрма болсын, садақа беріп сақтаныңдар, ол болмаса жақсы сөз айтыңдар дейді. Яғни сөз айтудың өзі ол мұсылманға, екінші бір адамға бағытталған бір сый секілді. Яғни бір сыйды сіз жасаған кезде ол адамның талғамын, ол адамның жасына, ол адамның қажеттілігіне мән бересіз. Міне, мұсылман адамда сөйлеген кезде екінші бір адамның жағдайына мән беруі тиіс. Екінші әдебі, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөйлеген кезде сөзі анық, ұғынықты болатын. Яғни бір сөзді айтқан кезде, бір ойды жеткізген кезде екінші бір адам ұғып алатындай, жаттап алатындай сөзі өте терең мағыналы болатын. Айша анамыздың хадисінде былай деп келеді: Алланың елшісі сөйлеген кезде сендер секілді сөйлемейтін дейді. Соңынан қайталаған адам жаттап алатындай сөзі ұғынықты, анық болатын дейді. Үшінші әдебі, құрметті бауырлар, тыңдаушының деңгейіне сай сөйлеуі. Яғни адамның, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөйлеген кезде қарттармен қарттарша, жастармен жастарша, балалармен балаларша сөйлеген. Яғни әр адамның деңгейіне қарай, әр адамның ақыл ойына қарай, жасына қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзін бағыттайтын. Мынау сахабалардан келген риуаятта мындай бір хадис бар: «Умирна ан нукаллима наса ала қадари уқулихим» дейді. Мағынасы, адамдармен ақыл деңгейлеріне сай сөйлеуге әмір етілдік дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам солай әмір еткен. Яғни адамдармен сұхбаттасқан кезде ол адамдардың ақылына, адамдардың жасына қарай соған ыңғайластырып, сәйкестіріп сөйлеу ол мұсылманның әдептерінен, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның сүннеттерінен. Төртінші нәрсе, құрметті бауырлар, айтылған мәліметке, айтылған мәліметтің шынайылығына мән беру. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір мәліметті, бір хабарды, бір сөзді айтқан кезде ол сөздің ақиқаттылығына ерекше мән беретін. Еш уақытта күмәнді, жалған сөздерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөйлемейтін. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде осы жайында былай деп айтады: «Ей мүминдер, пасық бір адам хабар әкелсе, оны анықтаңдар. Әйтпесе білмей бір елге кесірлерің тиіп жүрмесін» дейді. Яғни бір хабарды жеткізген кезде оның анық-қанығына жету ол Құранның әмірі, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті. Бесінші әдебі, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның сөз сөйлеудегі, яғни ол мұндай қағиданы ұстанған: аз сөз алтын, көп сөз көмір деп. Яғни егер пайғамбарымыздың өмірбаянын оқитын болсақ, пайғамбарымыз өте аз сөйлейтін. Бірақ сөйлеген кезде адамдар тыңдайтындай, адамдар сол нәрсеге, сөзге мән беретіндей маңызды нәрсені сөйлейтін. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде келеді: «Валлазина хум анил лагуи му'ридун» дейді. Мағынасы, олар бос сөздер мен
ойын сауықтан алыс еді дейді. Яғни бос сөз дегеніміз адам бос сөз сөйлеуге мұсылманның әдебіне жатпайтын әрекет. Одан кейін 6-шы әдебі, құрметті бауырлар, айтар сөзді ой елегінен өткізіп алу. Яғни қандай да бір мәліметті айтар кезде ол айтылатын ойды ой елегінен өткізіп алу керек. Айтқаннан кейін ғана ойланбай, айтпай тұрып, сол сөзді анализ жасап, осы сөзім айналадағы адамдарға зиян тимей ме, біреуді ренжітпей ме, біреудің көңіліне келмей ме деген ойлар әр адамның көкейінде болу керек. Яғни мұсылман дегеніміз ол тілімен де, қолымен де басқа адамға зиян тигізбеген адам дейді. Яғни сіздің сөзіңізбен басқа адамдарды, айналаңыздағы адамдарға зиян тимеуі, ол да пайғамбарымыздың сүннетінен. 7-ші нәрсе, мәжілістегі ізеттілік. Яғни отырған отырысыңызда сіз үлкенді құрметтеуіңіз, кішінің бетін қайтармауыңыз, отырған отырысыңызды бір мәнді қылуыңыз, ол да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның әдептерінен. Яғни пайғамбарымыз отырған кезде отырыстарында тек қана жақсы сөз сөйлейтін, үлкендерді құрметтейтін. Хадисінде былай деп айтады: бізден емес дейді, яғни кішілерге мейірімділік жасамаған дейді, үлкендерге құрмет жасамаған адам, пайғамбарымыз айтады, бізден емес дейді. Яғни лейса минна ман лам ярхам сағирана ва юаққир кабирана дейді. Ол хадистің нұсқасы. Одан кейінгі тағы бір әдебі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөз сөйлеген кезде сөзді күлімдеп сөйлейтін. Яғни күлімдеп сөйлеу ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінен. Яғни мұсылман бауырыңа күлімдеуінің өзі пайғамбарымыз не дейді? Садақа дейді. Яғни садақа дегеніміз ол бір сый дейді. Сол үшін бір сөзді айтқан кезде қабағыңыз жабырқы күйде емес, сонда бір қуанышты күйде, сонда бір жылы, шырайлы күйде сөйлейтін болсаңыз, ол адамға сонда бір медет болады, ол адамға бір сондай бір көңілін көтеріп, ол адаммен сіздің араңыздағы байланысты одан сайын күшейте түседі. Одан кейін нәрсе, ең соңғы нәрсе, құрметті бауырлар, тілдің тазалығына, тілдің дұрыстығына мән беру. Яғни айтар сөзіңіздің артынан тек қана жақсы, сауапты, жақсы істі ғана үміт етуіңіз, Алланың разылығын ғана үміт етуіңіз керек. Хадисте не деп айтады? Мән кәна юъмину биллахи вал яумил ахири фалияқул хайран ау лиясмут дейді. Яғни кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірген болса, жақсы сөз айтсын, немесе үндемесін дейді.